Егер есімі А әрпінен басталатын ойыншылардан құрам жинап, оларды АПЛ-да ойнатсақ қалай болады? Олар нешінші орынға ие болады және қандай трофейлерді иеленуі мүмкін? Қазір біз соны бірге анықтайтын боламыз. Видео бастамастан бұрын арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Біз АПЛ-дан Арсенал клубын аламыз, себебі Арсенал клубының алғашқы әрпі А және бапкерінің есімінің алғашқы әрпі де А, яғни Артега. Қазір біз бұл құрамдағы ойыншылардың бәрін құрамынан шеттетеміз және оларды трансферге қоятын боламыз. Олардың орнына А әрпінен басталатын ойыншыларды аламыз. Ендеше қазір біз жылдамдатып ойыншыларды трансферге қойып шығатын боламыз. Ал ендеше біз қазір ойыншыларды алып бастаймыз. Біз ең алғаш болып қақпашыдан бастаймыз және қақпашы бізде кім? Әрине ол Алисон. Алисон ол 30 жастағы Ливерпульдің қақпашысы, рейтингі 89, өте керемет қақпашы негізінде. Және кезекті ойыншы ол бізде Барселонаның керемет қорғаушысы Рональд Араухо. Қазір оны тауып аламыз. Міне орталық қорғаушы, рейтингі 86. Өте жақсы қорғаушы қазіргі таңдағы. Және міне Трент Александр-Арнольд. Бұл да Ливерпульдің керемет қорғаушыларының бірі. 1 hour later. Арада 1 сағаттан көп уақыт өтті және мен бірнеше А әрпінен басталатын ойыншыларды таптым. Алғаш болып біз Алиссонды сатып алатын боламыз. Қазір оған біз 70 миллион евроны ұсынып көреміз және жібереміз. Жоқ, 86 миллион тым көп. Қазір біз 76 миллион деп көреміз және 76 миллионға келісі өте тамаша. Алғашқы ойыншымыз бар. Енді біз қазір позиция бойынша ойыншыларды сатып алайық. Бұл ойыншыны өкінішке орай сатып ала алмаймыз. Ал қазір Александр-Арнольдты сатып аламыз. Бұл ойыншы да Ливерпульдің ойыншысы. Екінші рет кездесіп жатырмыз. Қазір біз 90 миллион евроны ұсынып көрейік. Жоқ, 104 миллион дейді, тым қымбат секілді. 94 миллион деп көрейік. 94 миллионға келсе ма? Не, жоқ, 99 миллион дейді. Менің ойымша бұның өзі де көп. Қайтадан қазір бағасын түсіріп көрейік. 96 дейік енді. Және келсе өте тамаша. 96 миллионға біз Александр-Арнольдты сатып алатын боламыз. Ендігі кезек бізде Рональд Араухода. Бұл Барселона клубының ойыншысы. Қазір оған бір 100 миллион евроны төлеуге келісетін боламыз. 142 қымбат қой, бұл кішкене бағасын түсірейік. 112 миллион деп көрейік. Жоқ, бұл қайтпайды екен. Хави өз дегеннен қатпай тұр. Қазір 22. Майо, бұл жерде енді бізде келісуден басқа амалымыз жоқ. Жарайды, ешнәрсе етпес. Ендігі кезек бізде қазір Давид Алаба. Оны да қазір сатып алатын боламыз. Ол Реал Мадрид ойыншысы. Қазір Давид Алабаға 40 миллион евроны ұсынып көреміз және жоқ, бұл жерде. Келсе берейік, бізге ойыншылар қазір керек емес қой, басқа әріптен басталатын ойыншылар. Және қазір біз келесі ойыншыға келеміз және бұл бізде қазір кімді алсақ болады? Бұл жерде біз Аканджи, Манчестер Ситидің ойыншысы және қорғаушысы Аканджиді сатып алатын боламыз. Оған да қазір біз 40 миллионға ұсынып көрейік. Жоқ, бұл жерде 54 миллион дейді. Бізге ол көп ақша секілді. Міне келсе тамаша 10 миллион евроны біз алып салдық және соның арқасында біз 10 миллион евроны эконом жасадық. Келесі ойыншы бізде Ачерби атты ойыншы, интерлік қорғаушы. Қазір оған біз 10 миллион евроны ұсынып көретін боламыз. Енді келіспеген жағдайда сәл ғана көтеретін боламыз бағасын және бізде жоқ келіспеді. 12 миллион дейді, тіпті бұл көп секілді. Енді қазір 10 миллион 400 мың ұсынып көреміз және 10 миллион 900 мың жарайды, ешнәрсе етпес. Бірден қазір біз сатып алатын боламыз. Және бізде келесі ойыншы, қазір қайтадан позиция бойынша көшейік және бұл жерде бізде келесі ойыншы бұл Джорди Альба.
Интер Миамидің ойыншысы, рингтегі 82 және каптал қорғаушысы. Оның бағасы қазір 10 миллион евро ұсынып көрейік. Келісетін шығар. Жарайды, келісе берейік. Және біз тағы да бір ойыншыға қол жеткіздік. Ендігі кезекте бізде қазір көрейік. Азға түсеміз. Және бұл Акуна, Севильялық ойыншы. Ол да каптал қорғаушысы. Енді қазір оның бағасы 26 миллион, бірақ біз 30 миллионды ұсынамыз. Және келісіміне тамаша. Әзірге бәрі бірден келісіп жатыр. Және бізде қазір келесі ойыншыны анықтайық. Бұл жерде позиция ұмытып кетерім. Қазір асыға бірден тез түсеміз. Және бұл жерде бізде Андрич. Қазір ол Байердің ойыншысы. Андричті сатып алып көретін боламыз. Оның бағасы 27 миллион екен жалпы. Және бұған да 30 миллион евроны ұсынамыз. 30 миллион 600 мың. Жарайды, ешнәрсе кетпес, сатып аламыз. Және біз енді келесі жартылай қорғаушыларды сатып алатын боламыз. Асыға түсеміз. Және міне көріп тұрғандарыңыздай Луис Альбертоны қазір аламыз. Және бұл Амрабат келе алмайды, арендада болғандықтан. Және Луис Альбертоны сатып аламыз. Бағасы 40 миллион және Лационың ойыншысы. Енді көреміз қазір келісіп барынша бұл ойыншымен. Рингтегі 84 өте тамаша екен. Дәл 40 миллионды ұсынамыз және келісе саламыз. Және бізде уже ойыншылар көбейіп жатыр жемендеп. Ендігі кезек бізде қазір көреміз кім екен. Қазір біз Америді сатып алатын боламыз. Бұл да Германияда өнер көрсететін ойыншы. Оның бағасы 12 миллион екен. Дәл сол ақшаны ұсынамыз. Және бұл жерде келісе саламыз. Өте тамаша. Және біз қазір енді шабуылшыларға келген секілдіміз. Қателеспесем, шабуылшылар секілді. Біз қазір осы қазір кім бар? Мысалы Аспас, рингтегі 84 Селта клубының ойыншысы екен. Енді қазір оны да сатып алатын боламыз. 20 миллион евроны ұсынып көреміз және келісіме. Бұл жерде тағы да осы келісе саламыз. Өте тамаша. Әзірге бәрі бірден болып жатыр. Енді бізде қазір Жуан Алварес. Қазір біз енді Алваресті сатып алатын боламыз. Бағасы әзірге 52 миллион, енді 60 миллион евроны ұсынатын шығармыз. Ол жағын көре жатармыз. Енді келіссе әрине ол ақшаға 60 миллионға. Көрейік. Бұл жерде жоқ, біз бұл ойыншымен келіспейміз. Біз қазір 64 миллион евроға сұрап көреміз және келісе саламыз. Өте тамаша. Қазір бізде сатып алатын ойыншылар аз қалған секілді. Бұл жерде тағы кім бар екен көрейік. Және бұл жерде осыны ойыншыны көрейік. Өкінішке орай ол ойыншы бізге келе алмайды екен. Және біз Байерлік Адли және Марокколық ойыншыны сатып алатын боламыз. Қазір көрейік, оның бағасы 20 миллион екен. Қазір біз оған 23 миллион евроны ұсынамыз және 28 миллион евроны сұрап тұр. Жарайды, болды. Ендеше қазір біз енді құрамды жинақтайтын боламыз. Міне біз осындай құраммен ойнайтын боламыз. 5-3-2 схемасын таңдадық. Алда Алварес пен Аспас доп теуетін болады. Ал жартылай қорғаушылар бізде Амери, Андрич және Луис Альберто. Ал қорғаушыларға келсек, бізде капталда Альба мен Александр Арланд және Араухо, Аканджи, Алаба. Ал қосалқы құрамдарға келсек, бізде қосалқы құрамда қақпашы ол Айтор. Енді қорғаушыларға келсек, олар Акуна, Ачерби және Аспиликуетта. Енді жартылай қорғаушыларға келсек, бізде жартылай қорғаушылар олар Андерсон, Адамс және шабуылда Адли. Соңғы ғана кезең қалды, ол ойындарды өткізу. Қазір біз маусым соңына дейін ойындарды өткізіп жібереміз. Бұл сіздерге небәрі 10 секунд болуы мүмкін, ал маған бұл жарты сағат. Ендеше маусым соңына кеттік. Бұл жерде Арсенал клубы 38 ойында небәрі 73 ұпайды жинап,
5-ші орынға ие болды. Яғни Чемпиондар Лигасының ойындарында ойнамайтын болады. Әрине, өте өкінішті, бірақ бұл жерде өте бір қызық жайт орын алған. Бірінші орында кім тұр қараңыздаршы? Астон Вилла, ё-майы, өз басым Астон Вилланың чемпион атанады деген ой мүлдем болмады. Қараңыздар, олар Манчестер Ситиден, Ливерпульден басым болған, 83 ұпайды жинаған, және бұл маусымда Юнайтед пен Челси Еврокубокқа іріктеле алмаған. Қызық. Суперкубокта Манчестер Сити мен Арсенал текетіресі болып, соңында Манчестер Сити клубы 2-1 есемен жеңіске жеткен. Ал Факапта Арсенал клубының алғашқы қарсыластары Бирмингем атанып, оларды 0-2 есемен жеңіп, 4-ші раундқа оңайлықпен жолдама алды. Ал 4-ші раундта олардың қарсыластары Манчестер Сити атанды. Бұл жолы Арсенал клубы Суперкубокта кеткен еселерін қайтарып, 2-1 есемен жеңіп, 5-ші раундқа дейін жол тарта алды. Алайда өкінішке орай 5-ші раундта Эвертонға қарсы есе жіберіп, өздерінің жорықтарын осы жерден аяқтады. Ал Карабао каптағы алғашқы қарсыластары Шеффилд болып, оларды 0-3 есемен жеңіп, тасалқан қалдырып десек те болады, 4-ші раундқа оңайлықпен өте салды. Ал 4-ші раундтағы олардың қарсыластары Уотфорд атанып, оларды да 4-1 есемен оңайлықпен жеңіп, ширек финалға дейін шығалды. Енді ширек финалдағы олардың қарсыластары алпауыт клуб саналатын Ливерпуль клубы, және Ливерпуль клубын 1-2 есемен жеңіп, 1-2 финалға, яғни жартылай финалға шыққан болатын. Енді жартылай финал өте маңызды болары түсінікті, және олардың қарсыластары қатты бір осал емес, және Кристал Пэласқа қарсы ойнап, оларды 2-4 есемен жеңіп, финалға жолдама алды. Ал олардың финалдағы қарсыластары Манчестер Юнайтед. Қазір финалда бірге көретін боламыз, және финалда бізде Арсенал клубы жеңіске жетті, 2-0 есебімен өте тамаша алғашқы трофейлеріне қол жеткізді. Әзірге жаман емес. Чемпиондар лигасында болса, өз тобында 11 ұпайды жинап, бірінші орынмен 1-8 финалға өтті. Ал 1-8 финалдағы қарсыластары шотландиялық Селтик болып, оларды 4-0 есемен жеңіп, ширек финалға қиналмастан өтті. Және ширек финалдағы олардың қарсыластары Наполи атанып, есеп 4-4 болып, пенальти сериясымен әреңдеп жүріп, жартылай финалға өтті. Және жартылай финалдағы қарсыластары Интер атанып, өкінішке орай олардан 2-3 есемен жеңіліс тауып, жорықтарын жартылай финалдан аяқтады. Онымен қоса екі ойыншы Премьер-лигада ең көп голдық пас берген үздіктердің қатарына кіре алды. Оның бірі Луис Альберто болса, яғни 26 ойында 6 голдық пас берсе, ал Александр Арланд 32 ойында 10 голдық пас берген. Осымен видео аяқталды. Қазір сіздерге ойыншылардың статистикасын көрсететін боламын, және келесі бөлімде қандай әріпке түсірейін, соны пікірге жазып кетіңіздер, және бұл формат сіздерге ұнады ма, сонда пікірге жазыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.